Сәлеметсіңдер ме, 4-ші сынып оқушылары? Мен Алматы облысы Сарқан ауданы Мағжан Жұмабаев атындағы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Дәулетбаева Зүлфия Мұхтарқызымын. Бүгін математика пәнінен өтетін сабағымыздың тақырыбы кеңістіктік геометриялық фигуралар, көлемді өлшеу. Сабағымыздың мақсаты көлемнің өлшем бірліктерін, олардың арақатынасын білеміз. Текше мен тікбұрышты параллелепипедтің көлемдерін өлшейміз. Бірінші тапсырма. Суретте қандай тау бейнеленген? Тау нені есіңе түсіреді? Қандай геометриялық фигураларға ұқсайды? Керемет! Әрине бұл суретте Қазақстанның көркем табиғатымен белгілі Көкшетау өңіріндегі Оқжетпес тауы бейнеленген. Тауларды көрген кезде бірден есімізге геометриялық фигуралар түседі. Көбіне таулар пирамида мен конустарға ұқсайды. Артығын тап ойыны. Берілген геометриялық фигуралардың қайсысы артық деп ойлайсыңдар? Тамаша! Әрине ол текше. Себебі дөңгелек, үшбұрыш, шаршы және тіктөртбұрыш жазық, ал текше көлемді, яғни кеңістіктік фигура. Біз геометриялық фигуралардың ауданын және көлемін есептеуді 3-ші сыныпта үйренгенбіз. Тіктөртбұрыштың ауданын табу үшін ұзындығын еніне көбейтеміз. Ал текше мен тікбұрышты параллелепипедтің көлемін табу үшін оның ұзындығын, енін және биіктігін бір-біріне көбейтеміз. Кеңістіктік фигуралардың атауын есіңе түсір. Олардың қайсысы ішіне қырлары 1 см болатын көптеген кішкентай текшелерді салуға ыңғайлы, қорапқа ұқсас. Жарайсыңдар. Әрине, ол текше. Кәне фигураларды атайық. Цилиндр, текше, конус, шар және пирамида. Текше қорапқа ұқсас, және оның ішіне қырлары 1 см болатын көптеген кішкентай текшелерді салуға болады. Келесі тапсырма. Бұл қораптың ұзындығы 5 см, ені 3 см және биіктігі 4 см. Оған қырлары 1 см болатын қанша текше сыятынын есептеп көр. Арман өз есептеуін жүргізді. Ол бір қатарда қырлары 1 см болатын қанша текше бар екендігін санады. 5 пен 3-тің көбейтіндісі 15 текше. Содан соң осындай қатарлардың санына, яғни 4-ке көбейтті. 15 пен 4-тің көбейтіндісі 60 текше. Ендеше бұл қорапқа 60 текше сыяды. Ал сен қалай санадың? Сендер де өте жақсы дұрыс есептедіңдер деп ойлаймын. Жарайсыңдар. Суреттегі қораптарға қабырғалары 1 см болатын неше текше сыятынын есептеп көр. Осылайша сен көлемді куб сантиметрмен білетін боласың. Тапсырманы орындап болсақ, тексерейік. Қызыл қораптың көлемі В тең 3 көбейтілу 2 көбейту 5 тең 30 куб сантиметр. Күлгін қораптың көлемі В тең 8 көбейту 4 көбейту 1 тең 32 куб сантиметрге. Тамаша! Тапсырманы қатесіз әрі дұрыс орындағандарыңа сенімдімін. Жарайсыңдар. Көлемнің өлшем бірліктері. Есімізге сақтаймыз. 1 куб сантиметр 1000 куб миллиметрге тең. 1 куб метр 1000 куб дециметрге тең. 1 куб метр миллион куб сантиметрге тең. 1 куб дециметр 1000 куб сантиметрге тең.
1 куб дециметр миллион куб миллиметрге тең. Және 1 литр су 1 куб дециметрге тең. Осы көлемнің өлшем бірліктерінің арақатынасын пайдалана отырып, көрсетілген өлшем бірліктерді өрнекте. Орындап болсақ, тексерейік. 12 куб метр 12.000 куб дециметрге тең. 3 куб метр 3000 куб дециметрге тең. Миллион куб миллиметр 1 куб сантиметрге тең. 1 куб дециметр 1000 куб сантиметрге және миллион куб миллиметрге тең. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Қай ыдыстағы суды мына текшеге құюға болады? Керемет. Әрине, 8 литр суды 8 куб дециметрлік текшеге құюға болады. Себебі 1 литр 1 куб дециметрге тең. Бүгінгі тапсырмаларымыздың дескрипторына назар аударайық. Көлемнің өлшем бірліктерін білеміз. Көлемнің өлшем бірліктерінің арақатынасын білеміз. Текше мен тік бұрышты параллелепипедтің көлемдерін өлшей аламыз. Сабағымызды қорытындылайық. Көлемнің өлшем бірліктерін ата. Керемет. Көлемнің өлшем бірліктері куб миллиметр, куб сантиметр, куб дециметр және куб метр. Текше пішінді заттарды ата. Өте жақсы. Текше пішінді заттарға кубик, рубик ойыншықтар және құрастырғыш ойыншықтар жатады. Көлемді есептеу үшін неге 3 өлшемді білу қажет? Тамаша. Әрине, егер біз текшенің өлшем бірліктерін білмесек, көлемді есептей алмаймыз. Көлемнің 3 өлшемдерін қайталап жіберейік. Ол тікбұрышты параллелепипедтің ұзындығы, ені және биіктігі. Сабағымызды сиқырлы текше әдісі арқылы бағалайық. Сабақты өте жақсы түсіндім десеңдер, жасыл түсті текшені таңдаңдар. Сабақты түсіндім дегенмен де қателескен жерлерім болды десеңдер, сары түсті текшені таңдаңдар. Тақырып бойынша әлі де ізденуім керек десеңдер, қызыл түсті текшені таңдаңдар. 43-ші бет 10-шы тапсырманы сендерге оқу тапсырмасы ретінде ұсынып отырмын. Балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңдар.